Сәлеметсіздер ме? Мен бастауыш сынып мұғалімімін. Күніне 5-6 пәннен сабақ беремін. Маған қымыжы құрастыру, оған деңгейлік тапсырмалар құрастыру, оларға дескриптор жазу маған менің құрғанда 2-3 сағатымды алатын күніне. Бұл рутиналық жұмыс. Бұның шешімін мен таптым. Қазір көрсетемін сіздерге. Мына жерде мен ChatGPT-ге ертең менде геометриялық фигуралардың жіктелуі тақырыбы математикадан мен былай жаздым. Промптты: сен бастауыш сыныптар бойынша білікті әдіскер және мұғалімсің. Маған 2-ші сынып математика пәнінен геометриялық фигуралардың жіктелуі тақырыбына қысқаша қысқа мерзімді жоспар, яғни қымыжы құрастырып бер. Сабақ Қазақстанда осы жаңартылған білім мазмұнына сай болу керек дедім да, астына оқу мақсатын жаздым. Одан кейін әдіс тәсілдерге мен ойлан жұптас бөліс және кіржаю әдістерін қолдану керек деп жаздым. Сосын тапсырмалар беруде 3 деңгейлі АБС деңгейлерді сараланған тапсырмалар дайында дедім. Осы бағалауда осы берілген әр тапсырмаға нақты дескриптормен бағалау критерийлерін қосып жазып бер деп жаздым. Яғни сабақтың құрылымына ұйымдастыру, ортасы сабақтың, яғни жаңа сабақ пен тәжірибені және соңы кері байланысты нақты көрсет деп жаздым. Енді осыны ChatGPT-ге жіберемін. Міне жіберілді. Міне ChatGPT маған құрастырып жатыр. Қараңыздар. 1-2 минутта маған жасап берді. Енді бұны қазір мен кестеге қоямын. Міне. Не деген керемет. Уақыт үнемдеу деген осы. Енді менен сұрап тұр, міне Word форматта кестемен толық әрі визуалды нұсқасын жасап беремін дейді. Әр бөлімге нақты уақытпен белгілер дайындай аламын дейді. Сізге сол нұсқасын жасап берейін бе дейді. Иә, жасап берші. Мен қазір маған Word түрінде дайын береді. Міне маған Word түрінде жасап берді. Енді қазір мен загрузка жасап принтермен шығарамын. Дайын қымыжыны осылай принтермен шығарып аламын.